Қайырлы күн, құрметті қарағандылықтар, ауған соғысының ардагерлері, салтанатты митингке жиналған қауым. Ауғанстан кеңес әскерінің шығарылуының 36 жылдығына арналған митингті ашық деп жариялаймыз. Алғашқы сөз Қарағанды қаласының Қазбек би атындағы ауданы әкімінің орынбасары Қаржаспаев Ринат Мұратұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті ардагерлер, құрметті жауынгер интернационалистер, құрметті іс-шара қатысушылар, құрметті жастар. Осыдан 36 жыл бұрын кеңес әскері ауған жерін тастап өз елдеріне оралды. Өкінішке орай, осы соғыстан біздің көптеген жерлестеріміз, отандастарымыз оралмады. Қаншама отбасы, қаншама ана өзінің ұлдарынан, әкелерінен, бауырларынан айырылды. Бүгінгі күні осы сұрапыл соғыс тарихтың беттеріне қалды. Бүгін сіздер, ардагерлер, біздің ортамыздасыздар. Өздеріңіздің еңбектеріңізбен біздің облысымыздың, біздің еліміздің дамуына, өсіп өркендеуіне өздеріңіздің сүбелі толайым үлестеріңізді қосып келе жатсыздар. Сіздер бүгінгі күні біздің жастарға отансүйгіштік, ерлік, антына деген беріктік деген сезімдерді солардың бойларына сіңіруде үлкен үлес қосып жатсыздар. Сондықтан да сіздерге мыңда бір алғыс, әр отбасыға, осында тұрған әрбір ардагерге тек қана денсаулық, бақ береке және амандық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Города Караганды Хасенову Талгату Болатовичу. Құрметті жерлестер, қайырлы күн. Бүгінгі 15 ақпан күні бізге өте маңызды күн, тарихта естелік күн. Сіздермен бүгін осындай жерде, осындай өте маңызды шарада кездесуге қуаныштымыз. Шын жүректен құттықтаймыз. Тек қана аманшылықта болу керек. Здравствуйте, дорогие братья-афганцы! Поздравляю всех нас, вас с этим праздником. Я всегда говорю, кто сомневается, что это праздник, что они ошибаются. Это реально праздник, потому что именно в этот день остановилась война, прекратила литься кровь, перестали гибнуть солдаты, начали радоваться матери, что сыновья вернутся с этой войны теперь уже живыми. И вот сегодня мы здесь собрались почтить память тех, кого с нами нет. Пусть Всевышний там встретит их и разместит в садах рая, а нам оставшимся здоровья, благополучия и мира на нашей земле. Народ должен смотреть на нас, воинов-афганцев, как на людей, которые в реальных боях, в реальной боевой обстановке выступили в интересах своего государства, своей родины. И
Мы сейчас продолжаем работать над тем, чтобы наша подрастающая молодежь, чтобы уже наши внуки были готовы к защите своего Отечества, Республики Казахстан, если кому-то это понадобится. Поэтому я вас еще раз поздравляю. Теперь хочу выполнить миссию. Полковник Абишев, ко мне. Так, становись рядом. Приказ председателя Центрального совета ветеранов вооруженных сил халық қаһарманы генерал армии Алтынбаева о награждении полковника запаса Абишева Кайрат Балташевича в честь памятной даты 15 февраля, дня вывода советских войск из Афганистана, за активное участие в общественной работе и вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, повышение престижа вооруженных сил Республики Казахстан и пропаганде воинской службы наградить знаком Хурметті Ардагер участника войны в Афганистане полковника запаса Абишева Кайрата Балташевича, что я и выполняю. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Рахмет үлкен, рахмет Амангелді Темжанович, сізге рахмет үлкен. Және де жалғастырайық, құрметті қарағандылықтар, келесі сөз ұлттық ұлан орталық өңірлік қолбасшысының тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі орынбасары полковник Берік Серікұлы Тоқтаровқа беріледі. Қайырлы күн, құрметті ардагерлер, құрметті қонақтар, құрметті сарбаздар. Ағымдағы жылдың 15 ақпанында кеңес әскерлерінің шектелу контингенті Ауғанстан Демократиялық Республикасының шығарғанына 36 жыл толып жатыр. Ұлттық ұлан қатарында 76 ардагерлер әскери қызмет атқарды. Қазіргі уақытта ұлттық ұланда әскери қызмет атқарып жатқан бір әскери қызметші бар. Орталық өңірлік қолбасшылықта 7 әскери ардагер әскери қызметі өтті және қазір бүгін таңда демалыста болып жатыр. Почтим героев нашей минутой молчания. Около 2000 карагандинцев прошли боевыми тропами Афганистана. Сегодня, в честь 36-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, мы собрались в Парке Победы, чтобы почтить память тех, кто не вернулся, и поклониться подвигу живых. Өткен күндердің ерлігі қайсар мінез бен батылдықтың өшпес нышаны ретінде ұрпақ санасында қала бермек. Сын сағаттан сүрінбей өткен саналақтардың ендігі бейбіт парызы еліміздегі халықтардың бейбітшілігі мен бақытын, басты мақсат тұтар тәуелсіз Қазақстанның өршіл рухты, отан сүйгіш жас азаматтарын тәрбиелеу. Құрметті қарағандылықтар, дәстүр бойынша және біздің жүрегіміздің қалауымен жауынгер интернационалистер мемориалына гүл шоқтары қойылсын. Дорогие карагандинцы, к мемориалу воинов-интернационалистов гирлянду и цветы возлагают
Муратович, заместитель акима района имени Казбекли города Караганды. Токтаров Берег Серыклы, заместитель командующего по воспитательной и социально-правовой работе регионального командования Национальной гвардии Республики Казахстан Орталог, полковник Хакимов Талгат Булатович, председатель общественного объединения Союз ветеранов и инвалидов войны в Афганистане АРВЕ города Караганды. Цветы возлагают воины-афганцы, молодежь и жители города.
Нұрмұхамбетов Талғат Құмарұлы 1984-86 жылдары Ауғанстанның Баграм Чарикар жерінде служит еттім. Танкист, механик, водитель, 173 полк. Сол енді сәлем айтамын. Осы 173 полкта служит еткен ардагерлердің бәріне сәлем айтам. Және де бірге болған Сұлтан, Қанат, Асқат, тағысын басқа да сол жақтардың бәріне сәлем айтам. Отанымыз аман, еліміз тыныш болсын, амандықта болайық. Ара қашып кетті адам. Атым! Бос! Қазақстандықтар соғыс деген қайғылы сөзді енді мәңгі естімесін. Торжественный митинг, посвященный 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, объявляется закрытым. Барлықтарыңызға рахмет. Сау саламатта болайық. Силу